Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Біз сіздермен бірге бірінші кезеңде халықаралық оқыту курсының 27 қаңтардан 1 ақпанға дейінгі аралықта бір апта бірінші кезеңнің оқуын оқып аяқтадық. Құрметті әріптестер, бізбен бірге оқыған және бізге осы бір апта бойы сабақ өткен тәжірибелі мамандар, ұстаздар, сіздердің барлықтарыңызға бізге үлкен тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Осы бір аптаның ішінде біздер сіздерден бірінші сабақты тиімді жоспарлау, сәтті сабақтың сыры, оқушылардың үлгеріміне әсер ететін факторлар және сабақты бастау кезінде тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану және оқушыларға сапалы кері байланыс берудің әдіс-тәсілдерін біздер кеңінен оқып үйрендік. Бұл аталған мақсаттар, әдіс-тәсілдер бұған дейін бізде болған. Бірақ біз сіздерден осы бір аптаның ішінде осы әдіс-тәсілдерді кеңінен оқып үйрендік. Осы үлкен халықаралық тәжірибелеріңізбен бөліскеніңіз үшін, құрметті ұстаздар, бізге сабақ өткен сіздерге алғыс айтамыз. Екінші кезеңде халықаралық оқыту курсы жалғасатын болса, қалған оқымай қалған ұстаздарға айтар едік, осы оқудың екінші кезеңіне мүмкіндік болып жатса қатысыңыздар және үлкен көптеген тәжірибелі ұстаздардан, мамандардан кеңірек дәріс аласыздар, тәжірибелеріңізді кеңейтесіздер. Сіздерге мынау осыған дейінгі күнделікті қолданып жүрген әдіс-тәсілдеріңізге бұған дейін қолданылмаған тың деректерді ала аласыздар. Және де біздің кураторымыз Алмат ағайға рахмет айтар едім. Ол кісі бізге осы өткен 6 күннің 6 сабақтың сілтемесін қазір бізге сілтемесін жіберіп қойды. Біз енді осында күнделікті сабақта соны қайтадан сілтеме арқылы кіріп, сол керекті, өзімізге керекті сабаққа қолданатын мәліметтерді ала аламыз, кіріп қарай аламыз, ала аламыз. Құрметті ұстаздар, бізді оқытқан сіздерге рахмет. Және бізбен бірге оқыған ұстаздар, сіздерге де рахмет. Енді оқымай қалған ұстаздар болса, халықаралық оқыту курсының тәжірибе алмасу мақсатында өткізіліп жатқан осы оқу кезеңдерін екінші кезеңі жалғасатын болса, құрметті ұстаздар, мүмкіндіктеріңіз болса, оқып алыңыздар. Тәжірибелеріңізді барынша кеңейтесіздер. Өздеріңіздің сабақ өту кезінде сол тәжірибелерді кеңінен пайдалана аласыздар. Рахмет айтамын. Рахмет.